Баршаңызға сәлем. Бүгін қызылшадан осындай тез әрі оңай жасалатын дәмді салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Салатқа қажетті заттар: піскен қызылша, майонез, алма, грек жаңғағы және мейіз. Және дәміне қарай тұз қосамыз. Алманы қабығын аршып және ортасындағы дәндерінен тазартып аламыз. Және ұсақтап төртбұрышты етіп тураймыз. Ал қызылшаны үккіштің ірі көзінен өткіземіз. Енді осы үккіштен өткізген қызылшаның үстінен алманы қосамыз. Грек жаңғағы мен мейізді қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Және майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен салат дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, және комментарий қалдыра кетіңіз.